Сәлем достар, бүгін біз 7-ші параграф бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері атты параграфтың 7-1 есебін шығарып бастайық. Ең бірінші, бұл жерде бізде сандарды бірге көбейтіп аламыз. 6 шығады, және де мына 2а бірдей болғандықтан біз мыналарды а деп жазамыз да, мыналарды қоса саламыз. Яғни -2 қосылған 4-тен 6а жағына 2. Екінші есепте біз мынаны бөліп аламыз. Сонда бізде шығады 4а, және де біз бөліп болғандықтан азайтамыз. Мына екеуі қосылып кетеді, сонда бізде болады 8. Ал мына үшінші есепте бізде жақшаның сыртында тағы да 2 дәрежесі бар екен, яғни квадрат. Біз оны мына 2 санға көбейтіп аламыз, сонда болады -6. Ал төртіншісінде бізде мына 2-ні жазып аламыз, сосын мына жақшаның сыртында тағы 2 квадратты мынау минус кубқа көбейтеміз, яғни көбейтілген 3 және де 6. Мұнда -6 шығады, көбейтілген b жағына 6 шығады, көбейтілген 3b -4 дәрежесі. Сандарды бөлек және де әріпті бөлек шығарамыз. Ең бірінші біз дәрежесі жоқ санды жазып аламыз, сосын мына жерде біз мынаған алып келсек, бізде 3 дәрежесі -6 болса, мұнда жағына 1 көрінбейтін мына жерде 1 бар. Бұға қарасақ, -4 дәрежесі бар екен. Значит, мына екеуін біз қосуымыз қажет, сонда бізде жай ғана 2 шығады. Мұнда бізде 25 және де 5-дің -4 дәрежесі. 25-ті біз 5-ке айналдырып алуымыз қажет, себебі негіздері бірдей болу керек. Сонда бізде 5-дің 3 дәрежесі көбейтілген 5-дің -4 дәрежесі шығады. Сонда біз қосуымыз қажет, сонда бізде 5-дің жай ғана -1 дәрежесі шығады. Мұнда бізге 27-ні 3-ке айналдырып алуға болады, сонда 3-дің 3 дәрежесі көбейтілген. Мұнда біз квадрат санына айналдырып алуымызға болады. Көбейтілген 3-дің -4 бөлінген 3-дің -2. Сонда 3-ті алып, дәрежелердің барлығын қосып немесе азайтуымыз қажет. 3 қосылған -2 қосылған -4. Мына жерде бөлу болғандықтан азайтамыз да -2 деп жазамыз. Сонда тең болады 3. Мұнда бізде 1 шығады, -3. Сонда -1 шығады. Келешекте 2-нің 3-ші есебінде бізге бұл жерде 32-де 1-ді біз 2-ні көбейтіп -5-дің дәрежесі деп жаза аламыз, және де көбейте аламыз. 2-де 7-ні бөлеміз 2-де 6-ға тең болады 7. Мына жерде азайтуымызға жеткенін бөлу тұр. 2 және де мына жерде -5 7-ке қосқан кезде бізде 2 шығады. 2-ден -6 қосқан кезде -4 шығады. 4-ші есеп. Бұл жерде біз 100-ді 10-ға айналдыруымыз қажет, сонда 10 деп жазып аламыз. 10-ды біз 2-ге көбейтсек 100 шығады, яғни 10-ды 2 рет көбейтсек 100 шығады. Енді көбейтілген 2-ні, сосын 10-ның -3. Сонда бізде шығады 10 деп жазып аламыз.
2 көбейтілген 2 қосылған минус 3. Сонда 4 минус, мұнда 4 және де минус 3 айтқан кезде жағына 10 қалып қалады. 73-тің бірінші есебінде бізде 32 мен 64-ті бізге 2 негіздер 2-ге айналдырып алуымыз қажет. Яғни 2 деп жазып аламыз. Және 64-ті біз шығару үшін 2-ні біз минус, мына жерде минус 1 болса, значит біз бұны минус 6-ға минус 6 рет көбейтіп алуымыз қажет. Және де 32-ні біз минус жағына 5 рет көбейтіп алуымыз қажет. Бірақ та мына жерде дәрежесінің өзінде жағына 2 бар болғандықтан біз бұл жерге 5-ті көбейту 2 деп жазып аламыз. Сонда бізде 2-нің минус 6 дәрежесі көбейтілген 2-нің 10 дәрежесі. Өздеріңіз түсініп жатқандай, бұл жерде біз 64-ті негізін 2-ге айналдырып алуымыз қажет. Бірақ та біз оны жағын айналдырмаймыз, біз оны мына жерде минус 1 бар дәрежесі, сол себепті осыған қарай отырып біз осылай минус 6 дәрежесіне айналдырып алдық. Енді мынаны қосайық. Көбейтуде біз қосуымыз керек. Минус 6 қосылған 10 тен 2. Мына жерде бізде жағына 4 шығады. Бұл бізде 2-ні 4 рет көбейту керек деген сөз. Яғни бұл жерде бізде 2-ні 4 рет көбейту деген болса, бізде бұл жерде мына жерде 4 шығады, мына жерде бізде 4 шығады. 4 4 келген кезде бізде 16 шығады. Міне 16. Екінші есебінде бұл жерде екіншісінде бізде жақшаның сыртында да 2 саны бар. Бірақ та біз алдымен 36-ны 6 негізіне айналдырып алуымыз керек. Мына жерде біз 6-ны 3-ті 2-ге өткен кезде бізде 6 шығады. Бөлінген 6 дәрежесін мына жерде бізде 2 болады. 2 және де 5-ге өткен кезде бізде 10 шығады. 10 болады. Мұнда бізде бөлу болғандықтан біз 6 жазып аламыз, және де 6 азайтылған 10. Сонда 6 минус 4.